Peygamberimizin кейбіреулер Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin kurban çalgan görünüşün Ayşe anamızın rivayeti. Kalay kılıp çaldı. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akazal kabiş. Peygamberimiz bir koşkar aldı deydi. Faazcahu yatkızdı. Sümme zabahahu. Sütü kurban çaldı. Sonunda ne dedi? Kala Bismillahi. Bismillahi dedi. Sütü kurban çaldı. Söyledi dua kıldı. Allahümme takabbal min Muhammed ve min ali Muhammed ve min ümmeti Muhammed. Ey Allah, mınav kurbanlıkta Muhammed'in atından kabul kıl. Muhammed'in tuğuskanlar balay şakasının atından kabul kıl. Yani Muhammed'in ümmetinin atından kabul kıl dedi. Söйтіп айтты дейді, somma zahabi, кейін жаңағыны шалып жіберді дейді. Yani бұл жердегі пайғамбарымыздың несін айтқанда пәленшенің атынан деп шалсаңыз, айтсаңыз болады екен. İmam Müslim'nin rivayeti. Sonda ата пәленшенің атынан деп айтуға шариғат қосатын болып тұр. Sonday жағдайда болып тұр. Пайғамбарым сөйтіп айтқаннан кейін, демек шалуға болады солай. Енді кейбіреулер біреулердің атынан, туған туысқандардың атынан құрбан шалғысы келеді. Мархумдардың атынан құрбан шалғысы келеді. Бұл жөнінде риваятта келеді. Хамс рахматуллахи алейхи айтады, Ханш деген кісі, аннаху ра Алиян радиаллаху анху юдахи би кабшайни. Ол кісі Хазреті Али радиаллаху анху екі қойды шалып жатқанын көріпті. Содан сұрадым дейді Хазреті Алиден. Не істеп атсыз деп. Екі қой шалып жатыр. Хазреті Алидің өзінің тұрмысы анау айтқандай емес қой. Енді себебін сұрағанда еді, неге екі қой шалып атсыз деп. Сонда Хазреті Али радиаллаху анху айтқан екен. Авсани Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Маған пайғамбарымыз өсиет етіп еді. Менің атымнан құрбан шал деп еді. Соған шалып атырмын депті. Міне имам Абу Дауд риваяты. Яғни туған туысқандардың біреудің атынан құрбан шалам десе мархамат шалуға болады. Енді мен сіздерге оның ашығынан айтатын болсам, ата анаңызға бір беретін нәрсенің біреуі осы құрбандық. Шамаңыз келсе өзіңіздің атыңыздан бала-шағаңыз атынан шала бер, ата-ананың атынан да шалып жібер. Туған туыс кейбір кісі бар, қалта қалың болса, бар болса шал. Allah қабыл етеді. Өйткені құрбандықты Allah Taala ahirette siz берем бізге сыраттан өткізетін көлік етіп береді. Соның үшін нелерді айтады құтбаларда? Азиму лахаякум фаиннаха аля сирати матаякум деп. Құрбандықтарыңызды қомақты үлкен етіңіздер, ол сіздерді сыраттан өтерді көлігіңіз болады. Allah Taala siz берем бізге жарылқап берсе ештеңе емес. Allah'ın kengçiliği bolsun, dedem emez, gacap emez bolup ketсе. Енді Hazreti Ali radıyallahu anhu'dan bana rivayet.
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. Endi birovlar aytadi qo'y. Qo'yni qandayin chalamiz? Qulog'i yirik bo'ladimi? Qulog'i teshik bo'ladimi? Aqsaq to'qsaq bo'ladimi? Hazrat Ali radhiyallohu anhu aytadi. Bizga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam amr etdi, ko'zni qadrlovga, quloqni qadrlovga va alla nudahi bi muqabala va la mudabara va la sharqa va la g'arqa. Endi biz qulog'ining oldidan o'yib olib taslangan, arkasından oyup taslangan, kulakның ортасынан жыртылған сондай малдарды шалмауға біздерге рұқсат берілген, айтылған, әмір алғанбыз, пайғамбарымыз сөйтіп бұйырған. Енді сіздер түсінулеріңіз керек. İmam Tirmizi'дің риwayаты. Сонда құлақтың қаншасы ойылған тесік болса ше. Тесіктің де тесігі бар. Әшейін сәл ғана бір кішкене атына тесік болса, ол жарайды. Бірақ құлақты ойып алған болса жарамайды. Ал енді ол құлақтың қақ ортасына шейін ұшынан біреулер ортасынан қиып жібереді. Ортасына шейін. Ол жарамайды. Құлақтың алдынан ойғанда мына жағы салбырап тұрды, іліп тұрды, мына алдынан ойып алып қойды, ол жарамайды. Арқасынан жағыдай етіп, алдынан ғана біраз жағы жалғанып тұрады, мына жағын ойып алып тастаған болсын, сондайлар жарамайды дейді. Хадис осылай көрсеткен. Енді ол көзі мен құлағына сонша неткен назар салған шариғат, енді оның аяғының сау болғанын әрине талап етеді. Ол көзі мен құлағы сау болып, аяғы шошаңдап барса, ол тағы болмайды. Енді ортасынан қиылған деп отырмын ғой. Ол енді ұшынан ғана сәл ғана қиылған болса мақұл. Бірақ ол ортасынан шейін, құлақтың ортасына шейін қиып жібереді ғой кейбіреулер. Жоқ, қиғаннан кейін қалай бүтін болады? Ол бүтіндігі екі жағы бүтін. Міне бұлай. Сонда бұлай ортадан қиып қой. Бұл жарамайды. Ұзыннан ортасынан бұлай қиып сал. А енді ұшынан ой сәл ғана қиылған болса, онда мақұл. Енді бұл пайғамбарымыз алейхиссалам өткен жұмғада мен неде айттым ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үш нәрсені өзіме парыз деп айтты деп. Үш нәрсе өзіме маған парыз. Уахия лакум татавва. Ол сіздерге нәпіл деп айтты дедім. Соның біреуі не еді? Біреуі құрбандық еді. Біреуі, сол үшеудің біреуі құрбандық. Өйткені біздердің жағдайымыз бола бермейді. Оған шамамыз келе бермейді. Соның үшін пайғамбарымыз оны сіздерге сүннет, нәпіл, алмаған парыз деген пайғамбарымыз. Енді Айша анамыз радиаллаху анха пайғамбарымыздан сұраған екен. İstəzəntun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil cihad. Men пайғамбарымыздан cihad сұрадым дейді. Müslümanlar can-жақтарға ол кезде пайғамбарымыз заманда cihadқа шығып атыр. Соған мен шықсам рұқсат бересіз бе? Рұқсат сұрадым дейді пайғамбарымыздан. Фақала жихадукунна ал-хадж. Сіздердің жихадтарыңыз әйел кісінің жихады қажыға бару деп айтты дейді. Басқа ол енді muttafaqun alayhi бұл да. İmam Bukhari İmam Müslim'nin екеуінің риwayаты бұл. Әйел кісінің жихады қажылық. Ал енді жихад деген сөзді бір ауыз қосымшалап кеңітіңкіріп айтып кету керек. Кейбіреулер жихад деген нәрсені
din yolunda soğusup, kırgın ayqasıp жүру деп түсінеді, ол мұтлақ теріс нәрсе. Мысалы үшін айтайық, дін емес, осы халыққа қырғын келіп атса, бір жақтан жау келіп, опыр-топырын шығарып бара жатыр. Сонда не істеу керек? Ол мына жұртты қорғау керек. Бала-шаға басқа бар. Олардың бір аяқ астында таптатып қарап тұрамыз ба? Соны қорғаймыз. Бұл жихад бұл. Ал енді жихад сіз бенен біздің өзімізбен күресімізде жихад. Өйткені ол солай болмаса мүмкін емес солай түсінбесе. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Мәдине Мұнаввараға бірден жағы жихадтан ғазауаттан қайтып келе жатып айтты: "Раджана минал жихадил асғар иля минал жихадил акбар иля жихадил минал жихадил асғар иля жихадил акбар." Жихады асғар деді. Ғазауатқа барды, басын неге тікті бәйгеге, өлім өмірдің бәрінен өтті, қылыш найза соғылды, басқа болды айтайық. Содан қайтып келе жатыр сахабалар. Сонда пайғамбарымыз жихады асқардан қайттық, кішкентай жихадтан қайттық, бірақ жихады әкбарға қайттық деді. Жихадтың үлкеніне қайтып келе жатырмыз деді. Сонда жұрт үйіне келе жатыр, қандай жихад? Ол жихад өзіңізбен өзіңіз күрес. Ол сол жихад. Сіз өзіңізді ұстаңызшы, өзіңіз тоқтатыңызшы. Ол мархамат, ол жихад. Өзіңіздің бала-шағаңызға құдайлығыңызды айтыңыз, балдарыңызға тәртіп үйретіңіз. Шамаңыз келсе ұрысып басқа қылып бала-шағалар тыңдатыңыз, мақұл жихад. Ол дұшпаннан, жаудан қайтып келе жатқан адамдарға пайғамбарымыз айтқан сөзі. Жихадтың үлкеніне қайттық деді. Сонда жихадтың үлкені үйдегі тіршілік болса, Құдайдың жолымен жүре білу, ол жихад. Ол даладан жау қыдыру жихад емес. Енді міне қажылық уақыттары мезгілді уақытымен бітеді. Оның қабатында қажылыққа біреу болады, біреу болмайды, әртүрлі жағдай. Мүмкіндігі бар адамдар қажылыққа, умраға барады. Бара ибн Азиб радиаллаху анху айтады: "Қала, i'tamara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi zilqada." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ve sellem Zulqada ayında umraga bardı. Qabla an yahujja, hacıga barmay turib Peygamberimiz marratayni, 2 mertebe umra jasadi deydi. Yani Peygamberimiz siz bilen biz uqsab keng mümkündügi yok. Ол кісі дінді кемелдендіріп, өзінше Меккеге барып, барлығы шариғаттың несін, қажылықтың үкімін көрсетіп, жұртқа түсіндіріп кетті. Діннің қандай екенін айтып кетті. Ол кісіге ғибадат жасап, Аллаға не жасауға, Құдай тағала, ол Алла артық өмір берген жоқ, сол міндеттерін атқарған екен, Алла өзіне алды. Ал енді сіз бен біз қажыға болмаса умраға, әр түрлі жағдайға, ол жақтарға баруға, әр қайсысына риваят. Қажылықтарды айтып отырмыз. Енді умраға да баруға болады. Пайғамбарымыз умраға 2 мәртебе барыпты. İmam Buxari'дің риваяты. Енді Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu aytadı. Qala: "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem." Bir adam Peygamberimizge kelip, "Ya Resulallah, ma yujibul hac?" Hacılık nemen şart boladı? Dep soradı deydi. Sonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Az-zad ve rahile" dedi. Hacılıkta mindet etетін нәрсе jol azık, kölük dedi.
Жол азығың мен көлігің болса, қажылыққа бара бер деді. Осы екі нәрсемен міндет болады деді. Енді біз көріп жүрміз. Міне осы жерге кейбір адамдар қайыр сұрап келгендер өз көзіммен көрдім. Дені сау, аяқ қолы сау бір қария келіп, маған жәрдем беріңдер, мен жолда қалдым. Ал сіз қайдан келдіңіз? Қашқадариядан. Не қылып жүрсіз? Не шаруаңыз бар еді? Анау жаңағы Арыстан баб сондай Қожа Ахмет Яссауи зияраттарына барып қайттым. Мен айттым, қып-қызыл күнәкар болып жүр екенсіз деді. Құдай тағала сізден Қожа Ахмет Яссауиге бардың ба, Арыстан бабқа бардың ба деп сұрамайды. Ал сен бала жағаң алда несібені сұрып ал, мына жаққа ысырап қылғаныңды сұрайды. Өзің қайыр сұрап көшеде жүрсің дедім. Шариат бұйырмаған нәрсе ондай нәрсе. Енді қажыға баратын адам міне зат рахиласы болсын, көлігі болсын, қаржысы, азық тамағы болсын, бара берсін мархамат. İmam Tirmizi'nin rivayeti. Енді өткен жұмада айтып едім, қажыларды аттандыратында Hazreti Ömer radıyallahu anhuға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір айтқан сөзі бар, ескерді соны айтқанмын. Ей Ömer, Аллах Кағбаның алдына, Алланың қасына, хұзырына барғанда біздерді есің ал деген пайғамбарымыз. Біздің хақымызға дуа қыл деді. Енді Алланың пайғамбары, енді мафу анфу, Алланың ғафу қылған бәндесі, Hazreti Ömer сол кетіп бара жатыр, сол жерде бізді есің ал деп айтқаннан кейін, аманат тапсырғаннан кейін басқаларға не жорық. Солай деп біздер кетіп бара жатқан азаматтарымызға тапсырдық, сөйтіп айттық. Енді Abdullah ibn Umar radıyallahu anh айтады. Қала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам: "Иза лақитал хаж фасаллим алейхи." Енді қажымыз келеді ғой енді. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтады: "Қажыны көрсең, қайтып келе жатыр ғой. Сәлем бер оған. Оған ассаламу алейкум исламның сәлемі бар. Сол сәлемді бер. Васафиху қолын ал." Бірақ пайғамбарымыз оны құшақтап көрістеп неткен емес, басқа риуаяттарда бар болса бар шығар. Бірақ бұл жердегісінде оның қолын ал, қажының. Сафиху вамурху ан ястағфира лак. Саған Алладан истиғфар сұрасын, дұғасын сұра деді. Дұғасын сұра деді. Қабла ан ядхула байтаху. Бірақ сол қажыңыз өзінің үйіне кірмей тұрғанда дұғасын алып қал. Сәлем беріп. Фаиннаху мағфур лаху. Қажы Алланың ғафу қылған сол таза бәндесі, соның үшін соның батасын алып қалыңдар. Бұл пайғамбарымыздың хадисі. Раваху Ахмад, имам Ахмад риуаяты. Енді біздің нелеріміз, адамдарымыз соның қаншалық дәрежеде айырмыш несі барын мен түсінсін деп айтып отырғаным. Бұл ол жаңағы одан мақсат біздеріміз қажыларымызбен жаңағы сәлем десіп, олардан дұғасын аламыз, батасын аламыз. Бірақ соған да сондай ұлы жерге баратын қажылар көп жағдайда өздерін тазалап, дайындап үлгермей кетіп атқандары өкінішті. Біздердің көп адамдарымыз соған әлі рухы жағынан, рухани жағынан әзірліктері шамалы. Соның үшін оны адам бірінші өзіне қарау керек. Оған әзірлік жасау керек. Ол ұлы сапарға Құдай нәсіп етіп бара жатыр ма, енді содан қайтып келгенде өзінің жолын сақтау керек, тәртібін сақтау керек. Мен қажыға бардым деп ысқырығы жер жарып жүрген қажылар көп көріп жүрміз.
Бұның ешқандай ештеңеге пайдасы жоқ. Өйткені ол Алла оны ғафу қылды ма жоқ па, оның несі ғибадаты қабыл болды ма жоқ па біз білмейміз. Бірақ бәрібір сонда да болса, пайғамбарымыздың сол несі хадисінің құрметі осындай етіп күтіп ал деді. Біз қандай барса ондай барсын, қажыны сол пайғамбарымыз айтқан дәрежесінде күтіп алуымыз керек. Өйткені оған қабыл болар болмас, сіздің ниетіңіз қабыл болады. Ол Алла біледі. Соның үшін ол бәленше ма, ол не болып келді, оның қолынан қалғанда не болады деген сөз ол болмайды. Өйткені бұл Аллах Тағала бір сондай жерге бұйырып жеткізгеннен кейін Алла қасына барып келді сол жерге. Енді біз өзіміздің міндетімізді атқарғанымыз дұрыс болады. Одан кейінгісі енді бұл қажылық сапарынан кейін келгеннен кейін кейбіреулер тіршіліктің тұрмыстың жағдайы әртүрлі оңай болып жатқан жоқ, көріп жүрсіздер. Соның үшін олар кейбіреулер бір нәрселерді алып келіп сауда саттық жасар, бала шағасының тіршілігін жасар. Оған да біз сөз айтудың қажет шамалы. Өйткені біз қалтамыздан беріп қарасып жатқанымыз жоқ. Ол қайыр сұрамастан бала шағасын бағып, көшеге шығып кетпей үйде отырса, онысына да рахмет. Өйткені біз көріп жүрген жағдай одан қораш тым жаман нәрселер болып жатыр. Соның үшін Құдай Тағала адастырмасын, сіздер мен біздер сол кішкентай ғана тәртіпті сақтау керек. Мына намазымызда қазір міне солар қажылар сол жерде жүр. Біз өзіміздің ғибадатымызбенен егер орнына келтіре алсақ, Алла сізбенен бізден көп нәрсені қабыл етеді. Міне ертең айт күні, 3 күн құрбан. Құрбандықты шалу, кейбіреулер кешігеміз анау мынау дейді. 3 күн құрбан айттың уақыты шалуға жетпей ме білмеймін. Ал енді одан кейін құрбандықты сол бір жола сол шалынғаннан кейін таратып жіберсін, жұртқа берсін, сол 1-2 күннен қалдырмасын деген шариғатта бұйрық жоқ. Пайғамбарымыз алейхиссалам бір заманда сол бұйырған қалдырмаңдар, 3 күннен қалдырмаңдар деп бұйырды. Одан кейін бір жылы пайғамбарымыз оған жеңілдік берді. Сонда сахабалар келді, я Расулалла, сіз өткен жылы 3 күннен асырма демедіңіз ғой. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өткен жылы халық қиналып жатыр еді. Соның үшін құрбан шалған құрбандықты жұрт жесін, жұртқа татырсын, аштар тойынсын деп едім. Биыл қазір Құдайға шүкір жағдай жақсы. Соның үшін енді кейін еттерін кейінге қалдырып, қанша уақыт соңында сондай ете берсеңдер, соны ас пайдаланып, әркімге татыра берсеңдер, сақтап қойсаңдар бола береді деген. Сондай рұқсат берген. Ондай нәрсе шариғатта бар. Енді бір нәрсені еске алыңыздар. Құрбан шалатын адамдар садақа деп айтса, өз ауыз алмайды. Өзі аузымен татуға хақысы болмай қалады. Бұл естеріңізде болсын. Алла ризасы үшін құрбандық деп шала берсеңіз, онда өзіңізді татасыз, басқаларға да татырасыз, о басқа мәселе. Ал енді бірақ құрбандықтың етімен қатар оның терісі де ықтият болу керек. Құрбан шалынғаннан кейін оның терісін мұтлақ Алла жолына садақа етіледі. Одан бір нәрсе алып қалынбайды. Егер сатсаңыз, сол ақшаны Құдай жолына садақа етіп жібересіз. Өйткені енді хадисте «Ман ба'a жилда удхиятихи фала удхията лаху» деп хадисте айтылған. Кім құрбандығының терісін сатса, оған құрбандық жоқ деген. Соның үшін құрбанды неткеннен кейін мүмкін енді аяқ асты болмасын, обал болмасын деген кісі болса, терісін сатып ақшасын садақа ету мүмкін. Болмаса қажет еткен сондай адам бар ма, беруге болады терісін өзі. Ол не істесе өзі, білген істесін. Міне осындай шариғат үкімі бойынша құрбандық деген нәрсенің жол жорығы. Ал енді қолдарыңыздан келгенінше сізбенен біз әйтеуір барлығымыз Аллаға тілек етеміз.
Bizning o'tganlarimizga, marhumlarimizga duo jasaymiz. Qurbonlik kunlarining tartibining biri ulkanlarimizni borib ziyorat etuv. Tirisine selam beru. Yaqin yuqtarda borib ko'nglim so'rov. O mereke quvonish, o ağır sırqav adam uyunda jatsa, o mereke qayjaqning merekesi ol. Oğan barib ko'nglim so'rab, ko'nglim ko'tarib qaytsangiz, bu siz uchun savab. Odan keyin sol sırqav adamlardan duasını alu gerek. Ötkeni olarda Allah Peygamberimiz hadisinde var, onlar yer betindeki perişte deydi. Onların duasını alu gerek. Sağlık ketiniz de biz aytıp жүрміз, біздің қазақтардың әдеті сауықсын, жақсы болыңыз, жақсы, дұрыс. Бірақ оның өзінің duasını alu gerek. Duası kabul болады. Соның үшін ауыр сырғау адамдардың көңілін сұрап барып, жаңағыда батасын алғанда жақсы. Ал енді марқұмдарымызды осындай күндерде естен шығармай дұға етіп, олардың артынан жаңа құрбандықтарымызды шалып жатқан шамасы келген адамдар, Алла тілектерін қабыл етсін. Илахи парвардигара, біздің мына ұлы күндерде мына халқымызға тыныштық бер, бала шағаларымызға өмір бер, тән жанымызға саулық бер жаратқан, барлықтарымызды да амалдарымызды қабыл ет, бәндәлік нұқсандарымызды афу ет жаратқан, өткендерімізге иман бер, түрімізге түршілік бер жаратқан, өзің қорған бол, өзің сақта жаратқан, илахи парвардигара, барлықтарымызды да ақырет жүзінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның ümmeti olup Peygamberimizin şefaatine kolunu yetkizüge nasip et. Rabbena teqabbal minna inneke entes semiul alim bi rahmetike ya erhamer rahim. Alende kurbanның vaqti erten saat 8 dep aytıp jatırmız. Endi 8'den keç kalmagan жақсы болады. Odan keyin sizlerge tagı da eskertip aytayın. Endi erten ofur-tofur köp adam болады. Sonuň üçin sizler естеріңізде болсын, аяқ киімдеріңіздің барлығына мына біздің елеріміз барлығына жауап бере алмайды. Bir қалтаға салып, не алдыңызда болса ештеңе емес. Алладан сұраңыздар, ертең күн ашық болсын иншалла. Оған бір, екінші бір жай намазды қыстыра келіңіздер, барлықтарыңызға мүмкіндік жетуі тағиын. Осы екі нәрсені сіздер еске алыңыздар. Бұны енді біз айтпай болмайды, мен ертарақ соны сіздер ескерсін деп айтып отырмын. Allah kabul eylesin.